Барлық әйел қауымының уайымы кешкі тамаққа не дайындасам екен. Бір тағам түрін дайындай беріп жалықсаңыз, мясо по-тайски тағамын дайындап көріңіз. Алдымен гарнирін дайындап аламыз. Бізде гарнирге күрішті езбей жақсылап пісіріп алатын боламыз. Алдымен қазанға сұйық май құйып, күрішімізді жақсылап жуып, 5 минуттай қуырып аласыздар. Дәміне қарай тұз салып, тағы қуырып, үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, баяу отта бетін жауып пісіреміз. Табамызға сұйық майымызды құямыз. Егер сапалы қазан іздеп жүрген болсаңыз, Happyco фирмасының кез келген қазан түрін пайдалануға кеңес беремін. Ешқандай адам денсаулығына зияны жоқ. Етті жақсылап қуырғаннан кейін жапырақ тәріздес пиязымызды турап алып қуырамыз. Мен 4 түрлі дәмдеуіш қостым, жақсылап қуырып, су қосып, бұқтырып 30 минутқа қоямыз. Күрішіміз тамаша болып шашырап піседі. Енді 30 минут уақыт өткеннен кейін қияр мен тәтті бұрышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Соя тұздығын қосып, тағы да жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минутқа бұқтырып қоясыздар. Мінекей біздің кешкі асымыз да дайын болды. Дәл осылай ұсынсаңыздар өте тамаша болып көрінеді. Жасап көріңіздер, ас болсын.